Құрметті әріптестер, жаңа ғана онлайн форматында өңірлердегі партияластарымызбен жиналыс өткіздік. Оның ішінде біздің бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе біздің комиссиямыздың жұмысы, әйелдер, балалар және отбасы жөніндегі комиссияның жұмысы. Ол енді бүгін бірінші отырыс болғандықтан, әрине сұрақтар өте көп, ұсыныстар да көп. Әйелдер біздің өңірдегі партияластарымыз өзінің белсендігін, біліктігін көрсету білді. Бүгінгі таңда, бүгінге ең бастысы осы комиссияның мүшелерін бекіту. Комиссия жұмысының бағытын айқындау. Осы сұрақтардың бәріне жауап берген сияқтымыз. Жақсы пікір талас болды. Бірден әйелдер өзінің ұсыныстарымен шықты. Ол өте жақсы нәрсе. Себебі осы комиссияның басты жұмысы бұл мынау жергілікті ұсыныстарды әзірлеп партия басшылығына жеткізу. Одан кейін ары қарай біз депутаттар болып осы сұрақтардың бәрін заң жобаларына кіргізу. Сондықтан да өзім қуанып отырмын. Комиссия жұмысын бастаған сияқты, қыз-келіншектеріміздің шабыты өте мол. Ары қарай қазір осы жиынға офлайн түрінде келген комиссия мүшелерімен тағы да әңгімені жалғастырамыз. Әрине, әйелдің басындағы жұмыс өте көп. Бұл енді баланың, күйеуінің, отбасының, жаңағы үлкендеріміздің жағдайын жасау дегендей. Бірақ ең бастысы мынау әйелдердің, ауыл партиясының әйелдерінің саяси белсендігін арттыру. Қазір статистика туралы да айтып шықтым. Әрине, басқа партияларға қарағанда жаман емеспіз, шүкір. Бірақ жалпы партиямызда әйелдердің пайызы саны өте төмен. 12-де 3 болып тұр. Депутаттардың ауыл партиясының атынан сайланған депутаттардың саны 226 болса, оның ішіндегі әйелдердің саны 28-ақ болып тұр. Ол 12-де 3%. Әрине төмен. Егер де біз тағы да статистикадан ғой, біздің қоғамның тең жартысы емес 52% әйелдер. Көпбалалы әйелдердің, көпбалалы отбасылардың басым бөлігі ауылда тұратын айтатын болсақ, бұл сұрақ өте ауқымды екенін бірден білініп тұрады. Сондықтан да болашақта, алдағы күнде біз партиямыздан көбірек қыз-келіншектер, мықты әйелдер шықса екен дейміз. Партиямыздың потенциалы өте мол. Бәрімізге де айқын. Ең мықты әйелдер. Бәрі де осы ауылдан шыққандар. Ауылдың тәрбиесімен, ауылдың жұмысын білетін, ауылдың мәселесін білетін әйелдер бүгін біздің қоғамымызға, бүгін біздің жалпы ұлтымыздың болашағына өте керек. Сондықтан да барлық партияластарыма, өңірдегі комиссия мүшелеріне осы жұмыста сәттілік тілеймін.